Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге дәмі де түрі де өте ерекше кешкі астың рецептісін ұсынатын боламын. Дәл осы мен жасаған рецептімен жасайтын болсаңыздар, сіздердің тамақтарыңыздың дәмі өте ерекше болады. Сонымен қатар сіздің отбасы мүшелеріңіздің барлығына ұнайды деген ойдамын. Бұл тамақты дайындау үшін бізге қажет 1 штук сәбіз. Осы сәбізімізді ұзынша 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Одан кейін 1 штук пиязымызды тураймыз және сарымсақ қосатын боламыз. Табамызға май құйып, пиязымызды қуырып аламыз. Осылай пиязымыз қуырылып жатқан кезде картошкамызды тураймыз. Бұл тамақтың тағы бір ерекшелігі, ішіне қосатын заттардың барлығын алдын ала дайындап қажет емес. Осылай қуырып жатып, бірінен кейін бірін сала бересіздер. Мінекей сәбізімізді қуырдық, чеснокты салдық, картошкамызды салдық және 1 ас қасық томат пастасын саламыз, 2 шай қасық тұз саламыз, қара бұрышты қостық, лавр жапырағын салдық. Мінекей барлығын қуырамыз. Осы қуырылған тамақтың үстіне 2 кружка су құятын боламыз. Астын төменгі отқа қойып, суымызды қайнатып аламыз. Біздің суымыз қайнаймын дегенше ішіне қосатын фаршымызды дайындап аламыз. 300 грамм фаршқа 1 бас пиязды 4 бұрышты етіп турап, тұз салып, бұрыш салып, мантының фаршын дайындаған секілді осылай дайындап қоямыз. Құрметті достар, менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Менің каналымда өте оңай және тез жасалатын тамақтардың рецептісін көре аласыздар. Одан кейін арнайы дүкеннің осындай дәл осы тағамға арналған ұяшық домалақ лапшалары бар. Соны аласыздар. Осыны подлифтің үстіне қойып, орналастырып, бетіне фаршымызды домалақ етіп салатын боламыз. Осылай салғаннан кейін видеода көрсетілгенде қасықпен фарштың үстіне суын құйып отыратын боласыздар. Және егер сіздердің суларыңыз аз болатын болса, тағы бір жарты стакан ғана су құйсаңыздар болады, яғни жарты кружка. Одан кейін газыңыздың астын өте төменгі отқа қоясыздар да 15-20 минут пісіріп аласыздар. Сіздердің фарштарыңыз піскен кезде тамақтарыңыз дайын болады. Мінекей біздің тағамымыз дайын болды. Осылай тәрелкемізге салып, орналастырып, әдемі етіп дастарханыңызға ұсынсаңыздар болады. Қазір видео барысында жақындатып көрсететін боламын. Мінекей бетіне ас көк себеміз. Сіздердің тамақтарыңыз өте сулы, дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Ас болсын.